Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай оюлы жастықты бірге тігіп үйренетін боламыз. Бізге қажетті маталар матовый велюр деп аталады, ақ және қызыл түсті. Ең бірінші біз қызыл түсті матовый велюрді 43 сантиметрден кесіп, астына 43 сантиметрдей флизелинді жабыстырамыз. Ыстық үтіктің көмегімен жақсылап жабыстырып болғаннан кейін 38 сантиметрден қырқылған оюымызды, міне дайын оюымызды үстіне бастырамыз. Шет-шетін барлығын сызып дайындап аламыз. Қайшымен қырқамыз. Бұл оюдан бізге екі ою шығады, яғни екі жастық жасауымызға болады. Және сол 43 сантиметрлі ақ матамыздың үстіне осы қырқылған оюымызды орналастырамыз. Орналастырып болғаннан кейін қимылдап кетпес, тігіс үстінде қимылдап кетпес үшін бізге осындай ПВА клей керек. Сол ПВА клеймен жақсылап бір-біріне бекітіп аламыз. Дайын болған матамызды ортасына мен жылтыр жіп салып тігемін, өйткені әдемі болып көрініс үшін. Мен барлығын осылай дайындап аламын дағыны. Жылтыр жіпті қойып ортасына осылай әдемілеп тіге беремін, зигзаг. Міне барлық жері осылай тігіліп шығады. Шылтырда әдемі көрінеді көзге. Жастықтың шетіне ақ су жүргіземіз. Түгі жатыңқы болу керек. Төмен қарап тұру керек. Осылай түзу тігіспен тігіп аламыз. 4 шетіне де осылай тігіп аламыз. Және бұдан кейін 11 сантиметрден қызыл жолақты тігетін боламыз. Міне қызыл жолақтан тігеміз. 11 сантиметр. 4 жағына да тігеміз осылай. Біздің жасап атқан жастығымыз 70-70 жастыққа жасап жатырмыз. Жастығымыз 50%-ға дайын деуге болады. Бұл беткі беті дайын. Енді біз бұған желбезек және астар мата тігетін боламыз. Желбезек тігу үшін бізге ақ жолақ матадан 4 сантиметр кесіп аламыз. Және осындай желбезектің формасын береміз. Бұлардың барлығы матовый велюрдан жасалады. Ал бұл астар матасы, бұл сатин. Сатин 55-70 мен айқастырып тігетін боламын. Айқасатын бір бетін осылай тігіп аламын, өйткені шетіне сетінеп кетпес үшін. Екі матаны да екі шетін осылай тігіп аламын.
астар матаны бір-біріне тігу үшін міне осылайға видеодағыдай жасап 3 матаны қатар тігетін боламыз. Жастықтың беткі бетін, желбезекті және астар матаны. Үшеуін бір жағын үшеуін қатар тігіп аламыз. Бір шетінен бастап. Келесі бетке өту үшін, келесі бетін тіккенде желбезегімізді қырықпаймыз. Келесі айналдырып жалғастыра береміз. Айқастыру үшін енді бір-бірін өлшеп аламыз. 55-55-тен екеуін айқастырамыз. Сосын 4 матаны ортасында бірдей тігуіміз керек. 4 матаны қатар тігуіміз керек. Он 15 сантиметр тіккен кезде уже дайындап қою керек. 4 мата қатар тігеді. Екі шетінде солай тігіп аламыз. Егер сіз замок салатын болсаңыз, 70-70 матасын тігіп, шетіне замок салсаңыз болады. Ал менде клиенттердің сұранысы бойынша осындай айқастырып тігеміз. Міне дайын болған жастығымыз, ішіне жастық салдық, 70-70 жастығы. Міне әдемі, өте әдемі, көз тартарлық, әдемі сұлулықты уақытты бос өткізбей бірге үйренейік, бірге жасайық. Міне астар матасы. Бізбен бірге болғандарыңызға мың алғыс. Комментарий жазып, лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.